Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге осылай клубникадан вареньені қалай қою болып жасалуын көрсететін боламын. Міне езілмей әдемі болып түскен клубникаларымды видеомды соңына дейін қарап, көріп, жасап көрсеңіздер болады. Бізге керекті мына жерде менде 1 кило 800 грамм клубника, екеуін ірі қаттыларын бөлек тысқа және езілгендерін бөлек тысқа тазалап аламыз. Неге тазаладым? Мына езілген түрлері бір 700 граммдай шықты. Енді осыны осылай блендерден өткізіп, каша тәріздес етіп, езіп аламыз. Неге дайын болды. Енді үлкен табағымызға манағы езген кашамызды, клубникамызды салып, газға жайлыта жақсылап қайнатып, қою болғанша қайнатамыз. Жақсылап араластырып тұру керек. Асты жабысып, күйіп кетпеу керек. Ал енді мына жерде 1,5 килограмм клубниканы мен бір күн бұрын песокқа салып, 1,5 килограмм клубникаға 1,5 килограмм песок салдым. Неге осылай өзінің суы шыққанша бір күн тұрады. Мен еш уақытта вареньеге осылай су құймаймын. Өзінің осылай соғы шығады. Неге өз соғынан манағы ішіндегі клубникаларымызды осылай ажыратып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне түбінде осылай песоктарын бәрі жабысып қалған, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап қою болғанша араластырып қайнатып жатыр. Ендігіде міне манағы сиропымызды, бір күн тұрған клубниканың өзінің шыққан сиропын осылай манағы қайнап тұрған кашамыздың үстіне құятын боламыз. Не көріп тұрғандай сиропымыз жақсылап қайнап жатыр. Енді свежий клубникамызды саламыз. Бұл жерде клубника 1 килограммдай клубника. Осыны жақсылап араластырып, енді бұны 2 минут ғана қайнататын боламыз. Міне қайнады клубникамыз. Жақсылап араластырамыз. Көбігін алмаңыздар. Соңында көрсетем, көбігі өзі кетеді. Енді мынау манағы сироптан ажыратып алған клубникамызды үстіне салып, енді бәрін бірге 10 минут қана қайнатамыз. 10 минуттан артық қайнатпаңыздар. Не вареньеміз жақсылап қайнап жатыр. Бетіндегі көбігін алмаңыздар. Енді бұны 10 минуттан кейін сөндіріп, бір күн қоямын. Бетін еш уақытта жаппаймын. Бетін жапсам суланып, вареньеміз қайтып сұйық болып кетеді. Мінекей болды. Түніменен тұрды клубникамыздың вареньесі. Ендігіде тағы да таңертең тұрып, бір 4 минуттай тағы да қайнатып аламыз. 4 минуттан артық қайнатпаңыздар. Өйткені вареньеміз езіліп кетуі мүмкін.
Менің осы жасаған вареньеларым сіздерге ұнаса, кәделеріңізге жарасын, жасап көріңіздер. Менің каналымда осылай қарап, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер, өте қуанып қаламын. Міне дайын болды вареньеміз. Ендігіде мына бетіндегі манағы көбіктерін осылай салфеткамен жай алып тастасаңыздар болады. Салфеткаге өзі жаймендеп жабысады. Міне қайнаған соң кішкене қоямын. Біраз тұрған соң өзі көбіктері осылай басылып қалады. Сосын банкілеріңізге жаймендеп салып, жақсылап қысқаға дайындасаңыздар болады. Вареньемізді енді осылай банкілерге салатын боламын. Көріп тұрғандай ешқандай да езілген жоқ, әдемі болып шықты. Қою және де светі де әдемі. Көп қайната берсеңіз де вареньеміз қарайып, жаман болып кетеді. Менің жасағанымдай қылып жасасаңыздар, дәл осылай болып шығады деген үміттемін. Кәделеріңізге жарасын. Егер де менің каналымдағы жасап жатқан әрбір астарым сіздерге ұнаса, комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Және де менің каналымды өз достарыңызға жіберіп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Алдағы уақытта осы каналымда көптеген тағамдарменен, көптеген дәмді астарменен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Рахмет. Осылай видеомды соңына дейін қарап отқандарыңызға көп рахмет айтамын.